кезінде бәріміздің басымыз ашып кеткен еді негізі. Өйткені мен үміткерді ұнаттым, ол маған ұнайды, мен ара қатынасты жалғастырғым келеді. Бірақ ол бағдарламаны өтірік екен деп ойлап келген үшін мен онымен ара қатынас жалғастырмаймын дегенде. Мен жақсы көремін, бірақ арамыз тоқтат дегендей сондай бір қызық дүние болды да. Негізі түсініксіз жағдай болып кетті. Мен айтып кеткенде ондай кереметтей бір сезім болған жоқ. Және де олай басталған қарым-қатынас мен үшін өте жақсы болды деп ойлаймын. Келетін адам шын ниетімен сеніп келу керек сияқты. Өйткені кім біледі, болашақта мысалы ойнап келген адам мүмкін ол маска киіп 2 айдан кейін мен жай ойнап келгенмін деп. Басында енді дегенменен халықтың алдында жүріп жатқан жоба болғаннан кейін енді көрерменнің жартысы бізге сенеді, жартысы сенбейді. Өйткені мысалы оған кейбір үміткерлер мен кейбір қатысушылардың сіңірген еңбектері бар. Мысалы неге сенбейді? Өйткені мысалы Еркеш пен Әсел құсап ойын ойнайды. Және де бұл ойын екені көрініп тұрады да, көрермен оған сенбейді. Біз енді шара қолдануға тырысамыз, бірақ енді кейбір үміткерлер өткен жолы Альмираға келген үміткер сияқты танымал асаба болу үшін мысалы қолданып кетеді. Сол үшін де сенбейді. Мүмкін енді заңдылық шығар, жарайды сенбей келіпті, бірақ мойындады ғой соңында. Мен мысалы Мейірбекті шынымен ұнаттым осы жобада деп. Енді мен бұл жерде шын ниетімен отырғандықтан маған шын ниетімен сеніп келетін адам керек. Сенбейтін адам... Өткен жолы Альмирамен сөзге келісіп қалдыңдар кәдімгідей. Өйткені Альмира 21 жастағы ер азамат үйленуге дайын дегенге сенбеймін. Сол сенің кәдімгідей шамына тиді. Жалпы өзің 100% мысалы қазір лайықты үміткер келсе, 3 айдың ішінде бәрі дұрыс болса дүркіретіп той жасап жіберемін деген дайындық бар ма өзің? Неге жасамасқа? Дайынсың. Демек мысалы қазір сен өзіңнің жасың 21-де 23-ке дейін әке атанып, кәдімгідей бала тәрбиелеп, оны мысалы асырауға бүкіл жағдайды жасап, ақшаны тауып, тек қана баланы емес, сонымен қатар мысалы қайын жұртыңды, әйеліңді асырап, кәдімгідей үлкен дәрежеге жеткізуге дайынсың. Негізі мен ұстанымым былай үйленбей тұрып барлық жағдайды жасау керек, одан кейін үйлену керек. Мен мысалы 21 жасыма дейін жұмысым бар, тұратын үйім бар, сондықтан мұндай мәселе болмайды деп ойлаймын. Демек осы жасқа дейін барлық жағдайды жасадың, енді тек қана үйлену қалды. Енді 21 емес, ертең жасым 22-ге толады. 22. Сондықтан сондай 22-23 жас мен үшін үйленетін жас. Өйткені ата-анам да сол жаста үйленген. Жарайды, енді ертең туған күніңді тойлаймыз, саспа. Қазір ендеше үміткерді шақырайық, сөйлесіп көрейік. Өзімді көрмей тұрмын, өзіме де қызық. Саламатсыз ба? Сәлеметсің. Есіміңіз? Дилинора. Дилинора, неге Мейірбек? Мейірбек себебі ұнады. Ұнайды. Біз сізді естімей тұрмыз. Қаттырақ, кәдімгідей анық, нақты сөйлесеңіз. Мейірбек себебі ұнайды. Не себебі Мейірбек несімен ұнайды? Қарапайымдылығымен, сабырлығы, сымбаттылығы ұнады. Қарапайымдылығы, сабырлығы, сымбаттылығы. Жарайды. Түсінікті, Мейірбек, кезек өзіңде. Дилинора, қайырлы күн. Ең алдымен келгеніңізге рахмет. Өзіңіз жайлы қысқаша мәлімет айта кетсеңіз, қай жақтың тумасысыз? Жасыңыз қаншада? Мамандығыңыз? Жасым 21-де, Алматы қаласынан. Мамандығым бет әрлеуші, шаштараз. Бет әрлеуші. Тағы сұрағың бар ма? Ең басты сұрақ, ата-анаңыз біледі ғой осы қалауым жобасын? Иә, біледі, қазір де көріп отыр. Мысалы, болашақта сізге көршіңіз, туған туыстарыңыз қалауымға неге бардың кет десе, сіздің сол кезде шешіміңіз кетіп қаласыз ба, немесе өзіңіздің айтқанымен? Жоқ, өзім айтқанымен жүремін. Неге мен оларды тыңдаймын? Руыңыз қандай?